Баршаларыңа сәлем. Бүгін мейіз қосылған булочки дайындайтын болам, және де рецептісімен бөлісетін боламын сіздермен. Ең алдымен жылы суымызға қантымызды және де ерітілген сармайымызды салып, кішкене араластырып алатын боламын. Оның үстіне кішкене сұйық май, тұз, дрожжымызды, енді еленген ұнымызды салып, осылай араластырып отырып, ұнымызды азыздан салып, қамырелеп алатын боламын. Неке осындай жұмсақ қамыр дайын, енді осыны ашытып аламыз. Неке біздің қамырымыз ашыды, енді осыны бөлшектерге бөліп 5 минуттай тағы қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше кішкене қоямыз. Енді дайындап қойған қамырымызды осылай тағы да 2 бөлікке бөліп, осылай оқтауменен жайып аламыз. Неке осылай жайып алып, енді ішіне кішкене майлап, мейізімізді салып, осылай орап аламыз. Енді ортасын осылай кесіп, араларын ашып, осылай арасын ашып, осылай өріп, орап, осылай орап алатын боламыз. Қалған булочкалерді де осылай орайтын боламыз. Мінекей осылай булочкалерімізді дайындап алдық. Енді қызып тұрған пешімізде 200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің булочкалеріміз дайын. Сіздер де осы рецептпен жасап көруіңізді ұсынамын.